Сәлеметсіз бе? Сіз не мәселе жөнінде келдіңіз? Саламатсыз ба? Менің ұлым әлі балабақшаға келмейді, бірақ үйде сөйлеу барысында кей кездер тұтығып қалады. Сол мәселе мені мазалап тұрғаны бар. Соған қандай кеңес бересіз? Мәселеңіз өте орынды. Ол жөнінде біздің балабақшамызда тәрбиешілермен қатар логопедтер де жұмыс жасайды. Мысалы ретінде оған тыныс жаттығуларын пайдалансақ болады. Тыныс жаттығуларды жасағанда балалардың тыныс жолдары кеңейеді және дұрыс жұмыс жасауға көмектеседі. Оны ойын түрінде де қолдансақ болады. Қазір мен сізге сол жаттығуларды көрсетіп түсіндіріп өтемін. Аязды далаға көп шығармаймыз ғой. Ал қимыл қозғалыс аз балаларда таза ауа жұтпайды. Соған қазір қыс мезгілінде үй жағдайында жасауға мен сізге көптеген тыныс жаттығуларын көрсетемін. Ал негізінде балаға таза ауа жұтқан дұрыс, көп қимыл жасаған дұрыс, ол тыныс жолдарын кеңейтеді. Балаға денсаулығына өте пайдалы. Мысалы қазір мен сізге бір сол тыныс жаттығуларын үй жағдайында қалай жасауды көрсетемін. Қазір қыс мезгілі болғандықтан өзіңіздің идеяңызға байланысты осындай бір әдемі, бала жалығып кетпейтіндей, осындай Ал біздің тыныс алу жаттығуларымыз сізге ұнады ма? Иә, көп пайдалы нәрселер үйрендік. Үй жағдайында істеп көруге тырысамыз. Сіздерге көп рахмет.